Алайда кім сау жүрекпен Аллаға келсе, сол пайда береді дейді. Енді бізге иманын бір аятта Алла Тағала айтады, ол күні адамға иманы ғана пайда береді дейді. Иманымыз пайда беретін болғандықтан, имансыз жүруден, имансыз өтіп кетуден сақ болуымыз керек. Жалпы енді біз бұл дүниеде барынша сауапты көбірек істеп қалуымыз керек. Біреуге Алла Тағала дүние береді. Шариғатта уқуф деген нәрсе бар. Өзінің әрбір сәтте өзінің қандай кез екенін ұғына білу. Бұл не деген сөз? Алла біреуге мал-мүлік дүние берді ма? Бұны маған беріп тұр. Енді осы кезде сауап істі істеп қалуым керек деген секілді нәрсені ұғына білу керек. Бұл менде бола береді, өлгенімше осылай болады деп, ән істеймін деп жүру, бұл сол сәттегі уақиға дейді. Сол сәттің өзін түсініп жете алмау, түсіне алмау. Сол себепті кейін айтып жүреді, менде баяғыда болған сол кезде, менде осындай мал-мүлік болған, менде дүние болған, сол кезде бүйтпеппін деген нәрселерді айтады. Олар не істегенде? Олар қорықпаса мен сөйтер едім деп. Сондықтан біз Алла Тағала бізге әрбір нәрсені берді ма, бұл нығмет берілгеннен кейін сұрау болады. Судың да сұрауы бар дейді ата-бабаларымыз. Сен еліңе, жеріңе, туған туысыңа, жалпы адамзатқа айналаңа не істей алдың сен өзіңе берілген біліміңмен деген сұрау болады екен. Сол оған да жауап бере алатындай болуымыз керек. Жалпы енді бұл дүниеде Құранда Алла Тағала айтады, қор жинаңдар дейді. Алтын, күміс, немесе теңге, еуро, доллар емес, сауаптан болған қорды жинап. Оларға әзірлеп, алыс емес қылып дайындалып қойылған дейді. Яғни тақуаларға, қашан жәннат айтса, тақуаларға дайындап қойылған жәннат, астыларынан өзен ағатын деген сияқты. Осы секілді қашан жәннат айтса, Құранда Алла Тағала міндетті түрде тақуаларға арнап әзірлеп қойылған деген. Сол дейді тақуа. Тозаққа түсіретін нәрседен аулақ өту дейді. Тозаққа түсіретін нәрседен аулақ өту. Құранда Алла Тағала айтады: "Вамен зухзиха анин нари ва удхила аль-джанната фақад фаз." Кім тозақтан алыстатылып, жәннатқа кіргізілсе, міне осы шынайы жеңіске қол жеткізген нәрсе үнемі күнәлардан тыйылуға себеп болады. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Фазуруха, қабірлерді зиярат етіп тұрыңдар" дейді. "Фаиннаха тузаккирукумул ахира." Әрбір келуші жақын дейді. Ақырет келеді, ол жақын ертең секілді. Сол себепті ертеңіне не дайындағанына әркім қарап алсын дейді. Біз де дайындығымызды пысықтап алуымыз керек. Қазіргі осы заманда өлім жайлы сеніп баратын түктерің жоқ, сосын өлім жайлы айтса ренжіп шығасыңдар дейді.